Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода біз төрт бұрышты мотивті оқитын боламыз. Бұл мотивті бір түсті жіптен де тоқуға болады. Мен әртүрлі түстен тоқитын боламын. Төрт ілмек тоқимыз. Бір, екі, үш, төрт. Енді осыны біріктіреміз. Менде мынандай көп қатпарлы жіп болғасын шамалы нелеу болып тұр, қиындау болып тұр. Енді осы дөңгелектің ішіне столбиктер тоқимыз. Жіпті орап аламыз крючокқа. Сақинамыздан өткізіп, тартып шығарып аламыз жіпті. Үш столбик болды. Енді екі воздушный петля. Жіпті іліп тағы да өткіземіз. Осылай тағы да екі рет орындаймыз. Осыны тағы да екі рет тоқимыз. Бірінші қатарымыз дайын. Біріктіреміз. Екінші қатарымыз. Екінші түстегі жібімізді аламыз. Енді мына жағынан өткіземіз. Мына жерде воздушный петля салмаймыз, сразу екінші ұяшыққа өтіп кетеміз. Осы жерде екі воздушный петля. Тағы да осы ұяшыққа тоқимыз. Енді мына жағына да тура осыны мына ұяшықтарға да қайталап шығамыз. Екінші қатарымыз. Бастапқы столбикке біріктіреміз. Енді үшінші қатарымыз мінекей осындай болып шығады. Үшінші қатарда цепочка тоқымаймыз, бірден екі ортаға өтіп кетеміз. Енді мына жаққа
міне осыны барлығына тоқып шығамыз, айналдырып. Үшінші қатарымызды бітіріп қалдық. Төртінші қатарымыз. Осы тәсілмен айналдырып тоқып шығамыз. Міне соңғы қатарымызды бітірдік. Осындай тәсілмен осындай квадраттардан көптеген нәрсе тоқуға болады. Өзіңіздің ыңғайыңызға қарай үлкендеу керек болса, тағы да мына жақтарына осылайынан тоқып, үлкейтіп, әрі қарай кете береді. Ең бастысы техникасы түсінікті деп ойлаймын. Егер сұрақтарыңыз болса, комментарийге жаза кетіңіз, мен жауап беремін. Видео ұнаса, менің каналыма жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар.